енем мен күйеуімді үндемей жеңдім. Менің айтқым келетіні, енелер үшін отбасымызды бұзғанымыз дұрыс емес. Ене де біреудің анасы ғой. Кім өз баласының жаман болғанын қалайды дейсіз? Сіз жақсы болсаңыз, ене де, ата да жақсы. Баласын қызғанады, айырып алам деп айтады дегенді оқып, қандай ана баласының ажырасқанын, немересінің тірі жетім болып өскенін қалайды дейсіз? Аналар баласының бақыты үшін бәріне көнеді. Егер сіз сыйлап, анаңыздай жақсы көріп жүрсеңіз, сізге де сондай қатынас болады. Біз де ертең ене боламыз. Сіз келініңізге солай істер ме едіңіз? Егер күйеуіңіздің әке-шешесімен жақсы болсаңыз, жан-жарыңыз да сізді одан әрі жақсы көрер еді. Мен де енеммен тұрып, басында бізде де келіспеушіліктер болды. Бірақ кейін бәрі орнына келді. Қазір екеуміз